Сәлем достар, біз бүгін өте керемет дәмді, жұмсақ болып шығатын сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Алдымен жылы су, жылы сүт қосып, және оған тұз бен шекерді қосып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Және жұмыртқа қосамыз, оны да біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Және дрожь қосамыз, ерітілген сұйық май қосамыз, барлығын араластырамыз және електен өткізілген ұнды қосып, жақсылап қамырды қолмен илейтін боламыз. Қамыр қолға жабысқақ қамыр болып шығады, және сұйық май қосып жіберсеңіздер, ешқандай жабыспайтындай болады. Осылай видеодағыдай илеп жібересіздер, өте жылтырақ, әдемі қамыр шығатын болады. Қамыр дайын болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан соң қамырымызды түсіріп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, кесіп алатын боламыз. Әрбір бөлігін дөңгелектеп, жаюға дайындаймыз. Және қамырымызды жайып бастаймыз. Осылай видеодағыдай қылып, жұқалап жаятын боламыз. Сосиска в тесте жасау үшін екі жағын осылай видеодағыдай қылып кесетін боламыз. Осылай видеодағыдай қайталап жасасаңыздар болады. Және сосискамызды ортасына саламыз. Мен жарты сосискадан жасайтын боламын. Осылай, міне қараңыздар, бірінен соң бірін қойып өріп аламыз. Бір жағын, екінші жағын, бір жағын, екінші жағын осылай кезек-кезекпен видеодағыдай жасап өріп алсаңыздар болады. Өте әдемі болып шығады. Видео түсінікті болу үшін тағы да екіншісін жасап көрсетемін. Осылай видеодағыдай екі жағын кесіп аламыз. Содан соң ортасын сосисканы салып, осылай кезек-кезекпен өріп аласыздар. Бірінен соң бірін осылай айқастырып қойып өріп алсаңыздар, өте әдемі сосиска в тесте шығатын болады. Дайын тестімізді осылай бетін жауып, 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Сәл көтерілгеннен кейін түсіріп алып, осылай бетіне жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаны жағып, күнжетпен әсемдеп, 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Пешіміз алдында ала қызып тұру керек. Міне осындай әдемі біздің сосиска в тестеміз дайын болды. Жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.